Кәсіпкер бұл жұмысты 2023 жылы бастаған. Сырым ауданының Тоғанас ауылы маңындағы Аңқаты деген өзеннен суды жалға алған кәсіпкер тор бассейн құрып, бекіре тұқымдас балықтардың шабақтарын жіберген. Араға 3 жыл салып, қазір сол шабақтар үлкен балыққа айналып отыр. Кәсіпкер бекіренің уылдырығын нарыққа шығаруды жоспарлап отырғанын айтады. Тоғанас агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі балық шаруашылығымен қоса бағбандықты да қатар жүргізіп отырған кәсіпкерлердің бірі. 3 жыл бұрын егілген жеміс ағаштары қазір жеміс беріп бастаған. Бұл жерде 58 түп жеміс ағашы отырғызылған. Жалпы Тоғанас ауылы өзеннің жағасында орналасқан ауыл болғандықтан, ауылда техникалық сумен мәселе жоқ. 2023 жылдары осы ауылдық округтың қасынан жер алды, орман шаруашылығын ағаш өсіруге. Сонымен қоса балық шаруашылығымен айналысады, бағбандық және балық шаруашылығымен айналысады. Осы жерде 58 түп түрлі жеміс ағаштарын өсіріп жатыр. Қазір биыл 3-ші жыл ағаштар жайлап өнімдерін беріп бастап жатыр.